Армысыңдар қымбатты көрермендер. Түнгі ұйқыға кетерде әжем айтқан ертегі айдарында кезекті ертегіміз. Бүгінгі ертегіміздің атауы ақыл ғой торғай деп аталады. Базарлап қайтпақшы болған бір қарт қалаға кетіп бара жатқан еді. Жолда бір бала бұта түбінде тұзақ құрып отыр екен. Сол сәтте төбеде ұшып жүрген бір торғай шырылдап: "Ей бала, мен 60 жасаған торғаймын, тұзағына қонбаймын. 6 жасар баласың, мені қайтып аласың?" деп сайрайды. "Бұйырса, өзің-ақ келіп түсерсің", деп бала тұзағын құрып отыра береді. Бұл екеуінің сөзіне қарт онша көңіл бөлмей өз жөнімен жүріп кетеді. Қаладағы шаруасын түске дейін бітіріп, ауылына қайтып келе жатып, манағы баланың торғайды тұзақтан босатып алып жатқанын көреді. "Балам, осы олжанды маған байлашы", деп қарт баланың торғайын қалап алады. Бұлай шыққан соң торғайдан: "Сен таңертең баланы мазақтап, тұзағына қонбаймын, 60 жасаған торғаймын деп сайрап едің ғой, енді қалай тұзаққа түсіп қалдың?" деп сұрайды. "Қария, жаңа қатты жел тұрып бұршақ жауды. Сол бұршақтан қорғаланып, бір бұтаны тасалаймын деп тұзаққа қалай түсіп қалғанды өзім байқамаппын. Бар болғаны осы. Мен артық айтпаймын", дейді торғай. "Ал енді сізге 3 ауыз ақыл айтайын, мені босатыңыз." "Онсыз да қоя берейін" деп келе жатқан қарт: "Жарайды, айт ақылыңды", дейді. "Бірінші ақылым, көзің көрмей сенбе. Екінші ақылым, өнбесті қума. Үшінші, өткенге өкінбе", дейді торғай қартқа қарап. "Түсіндім", деп қарт торғайды босатып жібереді. Торғай анадай жердегі бір тастың үстіне барып қонып отырып: "Қария, мен неге үш алмай отырмын?" депті. "Мен қайдан білейін", дейді қарт. "Қанатының астында асықтай алтын бар, соны көтере алмай, ұша алмай отырмын." Мұны естіген қарт торғайдың алтын алмақ болып, аттан түсіп, торғайға жақындап келіп, қолын соза ұмтылады. Таяп келгенде торғай екінші тасқа қонады. Қарт тағы ұмтылады, торғай тағы қашып кетеді. Өстіп, қарт ұмтыла қуып, торғай секектей қашып, тастан тасқа қона береді. Қарт қуа-қуа, әбден шаршап, аты бір жақта, өзі бір жақта қалады. Сонда торғай таяу жерде қонақтап отырып: "Сен мен айтқан 3 ауыз ақылдың бірде-біреуін ұқпапсың", депті. "Қалайша?" деп ашуланады торғай. Торғай: "Менің ақылым, көзің көрмей сенбе дегенім, сіз көзіңіз көрмей, менің қанаттың астында асықтай алтын барына сендіңіз. Өзім асықтай ғанамын, сонда менің қай жерімде асықтай алтын сияды? Екінші ақылым, өнбеске қума дедім. Сіз мені ұстай алмасаңыз да, өнбес істің соңына түсіп, әбден қылжырадыңыз. Үшінші, өткенге өкінбе дедім. Сіз сол өткен қателіктеріңізге қатты өкініп, қапа болдыңыз. 3 ауыз ақылдың мәнін енді түсінген боларсыз, деп сенемін", депті де өз жайына ұшып кете барыпты. Торғайдай миын жоқ деген сөз осыдан қалған екен.